Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сиыр етінен пирог дайындап, оны қатырудың әдісімен бөлісемін. Ең алдымен қаймаққа тұзымызды және жұмыртқамызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Келесі ұнымызды илегіштен өткізіп аламыз және холодильникте тұрған қатты майымызды алып, морозильникте емес, холодильникте тұрған майды алып, осы үкіштің көмегімен ұнға аунатып отырып үкіштен өткіземіз. Одан кейін барлығын өткізіп алғаннан кейін видеода көрсетілгендей қолмен үгітіп крошки дайындаймыз. Арасында түйір майларымыз қалып қоймау керек. Енді осы крошкеміздің үстінен алдын ала дайындап қойған қоспамызды қосып, қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабысатын қамыр болады. Оны біз дайын болғаннан кейін холодильникке 1-4 сағаттай қойып қоямыз. Сонда бізде әдемі қамыр шығады. Қазір описание бөліміне құрамына не заттар, қанша керек барлығын қалдырамын. Онды содан артық салмаймыз. Себебі пісірген кезде қатты болып кетеді. Енді біздің нанымыз холодильникте тұрған кезде салмасын дайындаймыз. Салмасына 100 грамм шуа қосамыз. Және дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосып, қолмен жақсылап араластырамыз. Егер сіздер қатырмай бірден пісіретін болсаңыздар, онда 100 грамм картошка қосып, фаршымыздан 100 грамм алып тастауға болады. Енді бізге қатыру үшін осындай форма керек, табан алынатын. Сонда біздің пирогымыз оңай алынатын болады. Енді қатырылған тестамызды алып, осылай теңдей екіге бөліп, біріншісін жайып алып, формамызға орналастырамыз. Орналастырып алғаннан кейін ішіне осы салмамызды салып дайындаймыз. Егер де фаршыңыз майлы болмаса, онда сұйық май қосуға болады. Менің фаршымда май жетерлікте болғандықтан мен қосқан жоқпын. Салмамызды салғаннан кейін келесі тестамызды жайып, ортасына міндетті түрде тесік жасаймыз. Себебі етімізге ауа бару керек. Кез келген формада осындай кез келген тесік жасасаңыздар болады. Және бетін жауып, жан-жағын жақсылап жабыстырамыз. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемілеп, пирогымызды әдемілеп қоямыз. Одан кейін дайын болған пирогымызды 4 сағатқа, 5 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Қатқаннан кейін барып, формадан оңай алынады. Қатырылған пирогымызды кез келген уақытта алып пісіре бересіздер. Пісірердің алдында бетіне жұмыртқаның сарысын жағып жібересіздер. Және табаңызды шамалап майлап жіберсеңіз де болады. Міне біздің пирогымыз қатты. Формадан көріп тұрғандарыңыздай оңай алынады. Тек табанын осылай пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздерге рахмет. Сиыр етінен котлет дайындап, қатырудың әдісімен бөлісемін. Ең алдымен нанымызды суға саламыз, жібітіп алып, судан сығып алып, фаршымыздың үстінен қосамыз. Мүмкіндігінше қолдың фаршын қолданыңыздар, сол кезде котлетіміз ажырамай өте әдемі болып шығады. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз. Келесі жобамен 200-300 грамм картопымызды алып, блендерден өткізіп майдалағаннан кейін суынан ажыратып, осылай фаршымыздың үстінен қосамыз. Суынан ажыратқан кезде бізде 100 грамм болу керек. Келесі пиязды да блендерден өткізіп, тура картоп сияқты суынан ажыратып, фаршымыздың үстінен саламыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрышын салып, приправа қостым мен, барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын қазіргі мөлшермен. Және осының бәрін араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, барлығы бірдей болу үшін 70 граммнан 80 граммнан өлшеп, дөңгелектеп дайындап аламыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей панировочный сухарики аунатып отырып, осылай котлеттің формасын жасап, дайындап, қатыратын ыдысымызға барлығын қойып шығамыз. Және морозильникке саламыз.
морозильникте бір 3 сағат 4 сағат көлемінде толық қатады. Ыдыстан қатқаннан кейін оңай алынады. Пісіретін кезде морозильниктен алып бірден майға қуырсаңыздар да немесе духовкаға салып пісіре бересіздер. Котлеттер өте дәмді болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.